Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Маржан. Бүгін сіздермен сметанник пирогын дайындайтын боламыз. Алдымен қамырын дайындаймыз. Жұмыртқаға қантты қосып, массамыз 2-3 есе ұлғайып көпіргенше миксерлейміз. Массамыз ұлғайды, үстіне қаймақ, қойылтылған сүт, яғни сгущенканы салып, тағы да бір келкі болғанша аздап миксерлеп жібереміз. Енді құрғақ ингредиенттеріміз қамыр қопсытқыш және де ұнды салып, бір келкі қамыр болғанша лопаткамен араластырамыз. Миксермен араластыруға да болады, ешқандай айырмашылығы жоқ. Енді осы қамырымызды теңге 2 бөлікке бөлеміз, және де бір бөлігіне какао, екінші бөлігіне ванилин салып, жақсылап араластырамыз. Бізде 2 түрлі бисквит болады, ванильді және шоколадты. Диаметрі 24-26 см болатын кольцода бисквитімізді пісіріп аламыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 170-180 градуста пісіреміз. Піскендігін шпажканың көмегімен тексереміз. Корждарымыз толықтай суығаннан кейін барып формасынан шығарамыз. Бетіндегі шапкасын тегістеп кесіп алып тастаймыз. Енді кремін дайындаймыз. Салқын сливкиді қоюланғанша миксерлейміз. Сливкиіміз қоюланды, үстіне қойылтылған сүт және де қаймақты қосып, аздап бір келкі болғанша миксерлейміз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ, креміміз сұйылып кетуі мүмкін. Бізде осындай крем шықты. Енді пирогымызды подложкаға жинаймыз, кольцо кигіземіз. Подложкамыздың астына азғантай крем жағамыз, бисквитіміз жылжып кетпеу үшін. Ванильді бисквитті саламыз. Үстіне кремнің 3-тен 2 бөлігін құйып, тегістеп жаямыз. Енді шоколадты бисквитіміздің астын үстіне қаратып саламыз, және де қалған кремімізді жағып 6-7 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Бисквиттің бетіндегі шапкасын блендердің көмегімен езіп, крошка жасап аламыз. Бізде ванильді және шоколадты 2 түрлі крошка болады. Оны пирогтың сыртын қаптаймыз. Пирогымыз бірнеше сағат тоңазытқышта тұрды. Енді кольцомызды шешіп, жан-жағындағы кремдерін жағып, тегістеп шығамыз. Мен бетінен де аздап крем алып жан-жағына жақтым, себебі қазір крошкамыз жабыспай қалады. Сол үшін кремін жұқалап жағып шықтым. Енді осылай шоколадты және ванильді крошкамызды кезектесіп, видеодағыдай етіп сеуіп шығамыз. Осымен біздің сметанный пирогымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Маржан. Ас болсын.